Саламатсыздар ма оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықтағы бірінші тарау бойынша математикалық сауаттылық бойынша тест тапсырмаларын шығарып көрсетейін. 21 есеп әртүрлі а және б сандары с санына бөлінеді, ақиқат емес тұжырымды көрсет. Енді бұл жерде барлығы с санына бөлінеді деп тұр, қысқартылатын бөлшек мына в жауабы болады. Келесі 22 есеп. Бір бумада А4 форматты 500 парақ бар дейді. Яғни бір бумада А4 форматты 500 парақ бар дейді. Фирма бір аптада 1400 парақ жұмсайды дейді. Бір аптада 1400 парақ жұмсайды дейді. Так, бір бума дегеніміз мынадай мысалға бір бума, иә. Осындай бір буманың ішінде 500 парақ бар дейді. Енді бірінші аптада, фирманың 6 аптада алатын бумалар санының ең кіші сан дейді. Бірінші аптада, мысалы, бір аптада 1400 парақ жұмсайтын болса, онда бір бума, мынау екінші бума және үшінші бума, мынау барлығы 3 бума, яғни 100 парақ артық қалады. Так, екінші аптада тағы да 500, мынау бір бума, екінші бума, үшінші бума, барлығы 3 бума болады, мынау 100 парақ артық қалады тағы да. Келесі үшінші аптада тағы бір бума, тағы бір бума, барлығы 3 бума, 100 парақ артық қалады. Сен мынаның 100 парақ артық қалып тұр ғой. Төртінші аптада да сондай бір бума, мынау тағы бір бума, тағы бір бума, барлығы 3 бума, 100 парақ артық қалады. Келесі бесінші аптада бір бума, тағы бір бума, тағы бір бума, барлығы 3 бума, 100 парақ артық қалады. Мына 100 парақтан 500 парағың бір бума болады, бір бума. Сонда мына жерде бізде 15 бума плюс енді 6-шы аптасында мынадан бір бума шықты ғой, сол мына ішіне қосылады. Және мынадан 5 аптадан бір бума артық қалды ғой, сол мынаған қосылады 6-шы аптасына. Бірақ бұл жерде енді 500 және мынаның 500-і барлығы, мынау енді бұрыннан бар не ғой, сонда мына екеуі қосылады, 2 бума. Сонда 15 бумаға 2 буманы қосам, сонда 17 бума. Сонда 6 аптаға барлығы бізде мынада жауап болады. 23-ші есеп. 3 апельсин және 1 алмұрттың салмағы 10 мандариннің салмағына, 6 мандарин мен 1 апельсиннің салмағы 1 алмұрттың салмағына тең, салмағы 1 алмұрттың салмағына тең болатын мандарин санын тап дейді. Енді мына былай шығарайық. Бізде апельсинді X дейміз, алмұртты Y дейік, және мандаринді Z деп алатын болсақ, онда 3 апельсин деген, 3 апельсин және 1 алмұрттың салмағы дейді. Плюс 1 алмұрт дегеніміз Y тең 10 мандариннің салмағына тең дейді. Ал 6 мандарин мен 1 апельсин. 1 апельсин 1 алмұрттың салмағына тең. 1 алмұрт деген былай. Так, бізге сонда сұрайды 1 алмұрттың салмағы дейді. 1 алмұрт дегеніміз Y қой. 1 алмұрттың салмағы тең болатын мандарин санын тап дейді. Тең болатын мандариннің санын табу керек. Мандарин дегеніміз Z қой. Мына жердегі санды табу керек. Шығарайық, және 3X плюс Y тең 10Z сол күйінде жазып қоямын да. X минус Y тең минус 6Z деп екеу бір-біріне қосам. Сол кезде менде мынау 4X мына Y-ге жойып кетеді. Екеуін қоссам 4Z болады. Екі жағын 4-ке бөліп жіберсем, X пен Z бір-біріне тең болып шығады. X пен Z тең деген сөз. Яғни 1 апельсиннен 1 мандариннің салмақтары бір-біріне тең деген сөз. X пен Z-тің орнына бір-бірінің орнына қоя беруге болады. 3X плюс Y тең 10, Z-тің орнына X-ті қоя беруге болады. Одан Y тең болады 10X азайтылған 3X, Y тең болады 7X болады. Немесе Y тең болады X-тің орнына Z-ті қоя берсем, 7Z деп қоюға. Бізде есептің жауабы да осы. Яғни Y дегеніміз бізде алмұрт, 1 алмұрт 7 мандариннің
салмағына тең болады екен. В жауабы болады екен. Төртінші есеп мынаны шығарамыз. Ойын добы 27 метр биіктіктен түскенде доп биіктіктің 1/3 бөлігіне көтерілді. Доп толық тоқтау үшін кеткен қашықтықта дейді. Мысалы, мына жерде доп төмен қарай түседі дейді. 27 метр биіктіктен төмен түседі. Және биіктіктен 27 метр биіктіктен түскенде доп биіктіктің 1/3 бөлігіне көтеріледі дейді. Осыдан 1/3 бөлігіне көтеріледі, сосын және қайтадан түседі ғой. Сөйтіп көтеріліп түсіп, осылай қайталана бергенде дейді, топты толық тоқтау үшін кеткен қашықтықтар осындай қашықтық. Мына жерде екі рет түседі, екі рет не істейді, сонда барлық қашықтық табу керек. Енді 27-ның 1/3 бөлігі дегеніміз ол бізде 9 ғой. 9-ның 1/3 ол бізде 3 болады. Сонда бізде мына жерде 9, 3, 3-дің 1/3 ол 1, барлығы бізде шексіз кемелі геометриялық прогрессияны береді. Оның қосындысын табу үшін b1 бөлінген 1 минус q формуласын қолданамын. b1 дегеніміз 9-ға тең. 1 минус q-дің мәні 9-ды 3-ді 9-ға бөлсем 1/3 болады. Так, сонда 9-ды бөлем, мынаны 3-тен 3, 3-тен 1-ді алғанда 3-тен 2 болады. Тең болады 9 көбейтілген 2-ден 3, 27-ні бөлем 2-ге. 13,15 шығады мына жерде. Келесі енді мына 27 метр барлық қашықтықта бар ғой, алғашқы түскен 27 метрге қосам. Мынау енді жалпы 9, 3, 1 деген прогрессияның, мынау енді 9 бізде 2 рет, 3 2 рет көтеріле түседі, сондықтан бұны 2 еселеймін, 13,5-ті 2 еселеймін, сонда менде мынау 27, 27-ге 27 қоссам, менде 54 деген жауап шығады. Біз есептің жауабы болады. Келесі 25-ші есепті шығарайық. Қабырғасының ұзындығы 6 см, шаршыдан ұзындығы 4 см және 3 см қанша бірдей тікбұрыш алуға болады дейді. Қабырғасының ұзындығы 6 см болатындай дейді. Шаршыдан ұзындығы 4 см және ені 3 см қанша бірдей тікбұрыш алуға болады дейді. Енді оны аудан бойынша шығаратын болса, ауданы 6-ны 6-ға бөлсем 36. Екінші ені ұзындығы 4, ені 3, 12. 36-ны 12-ге бөлсем, яғни 3 жауабы 3 қылып шығаруға де аудан бойынша. Ал сызба бойынша шығаратын болса, онда мына жер 3 болады, мына жер 3. Егер мына жер 4 болатын болса, онда ол тек қана мына жер 4 2 квадратқа бөлу болады. Онда жауап 2 болады. Сызба бойынша шығарсақ 2 болады, аудан бойынша шығарсақ 3 болады екен. Осымен есебіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.